Осы слайдта біз тұздардың химиялық қасиетімен танысатын боламыз. Енді мына жерде көріп отырсыздар, металдардың белсенділік қатары берілген. Бұл туралы алдыңғы сабақтарда айтылды. Яғни мына тұрған литийден бастап бізде алюминийға дейін барлығы белсенді металдар. Марганецтен бастап қорғасынмен аяқталады бізде белсенділігі орташа металдар. Және мыстан бастап алтынға дейін белсенділігі өте төмен металдар екен. Сонда алатын болсақ, металдардың тотықсыздандырғыштық қасиеті мен белсенділігі солдан оңға қарай азаяды екен. Енді осы металдардың белсенділік қатарын пайдалана отырып, біз реакцияның жүру-жүрмеуін болжай аламыз. Мысалы, көріп отырсыздар, сынап нитраты қосылған мырыш. Өйткені сынап орналасқан оң жаққа таяу, сол жерде сынаптың белсенділігі өте төмен. Сондықтан да оны сол жақта орналасқан кез келген металл бізде ығыстыра алады екен. Көріп отырсыздар, сонда сынап нитраты қосылған мырыш тең болады мырыш нитраты қосылған сынап, яғни сынап бізде тұнбаға түседі екен. Дәл сол сияқты бір-екі мысал көрсетейін. Мысал бізде болсын, мыс сульфаты қосылған мырыш немесе темірді алайын. Темір. Сол кезде бізде купрум қосылған феррум СО4 деген реакция жүреді. Өйткені мына тұрған мысқа қарағанда темірдің белсенділігі бізде жоғары болғандықтан реакция жүреді. Ал бірақ мынандай реакция мүмкін емес. Мысалы, көріп отырсыздар, аргентум NO3 немесе купрум NO3 екеселенген қосылған аргентум деген реакция мүмкін емес, себебі мыстың активтілігі күмістен қарағанда жоғары, сондықтан да күміс бізде мысты ығыстыра алмайды екен. Ал бірақ мына реакция мүмкін. Мысалы, аргентум NO3 қосылған купрум. Өйткені купрумның активтілігі бізде мыстың активтілігі күміске қарағанда жоғары. Сол кезде бізде мынандай реакция жүреді. Нәтижесінде купрум NO3 екеселенген қосылған аргентум деген реакция жүреді. Бұл реакция бізде іс жүзінде мүмкін екен. Енді қараңыздар, бірақ осындай ығыстыру реакцияларында біз мынау тұрған белсенді металдарды қолданбаймыз. Мысалы, мынандай реакция жүреді, бірақ оны қолданбаймыз. Мысалы, литий қосылған аргентум NO3 тең болады литий NO3 қосылған аргентум деп жазуға болмайды. Себебі литий, калий, барий сияқты металдар, бұлардың белсенділігі өте жоғары. Оларды сіз күміс нитратының ерітіндісіне салатын болсаңыз, олар күміс нитратымен реакцияға түспей, ол сол сулы ерітіндідегі сумен реакцияға түсіп, қалыпты жағдайда жаңағы литий, натрий барлығы бізде сумен реакцияға түсетін болғандықтан, оларды белсенді металдарды ретінде ығыстыруда қолдануға болмайды екен. Сонда реакция жүреді бізде қай аралықта? Осы металдарды пайдаланамыз және осыларды пайдаланамыз. Осылардың арасында жүреді екен. Енді соған нақты мысалдар берілген. Мына жерде қараңыздар, тұздардың металдармен әрекеттесуі. Металдардың белсенді қатарында өзінен кейін орналасқан металды оның тұзынан ығыстырып шығарады. Ол жаңа айтылды. Мысалы, мырыш қосылған сынап нитраты тең болады мырыш нитраты қосылған сынап. Мырыш сынаптан белсендірек, сондықтан оны ығыстырады. Дәл сол сияқты мысалы мыс сульфаты қосылған темір тең болады темір сульфаты қосылған мыс. Өйткені темір мыстан қарағанда белсендірек екенін көріп отырсыздар. Не бойынша? Қатар бойынша, белсенділік қатары бойынша. Бірақ жаңағы ескерту тағы да айтылып тұр. Бұл реакция сол ортада жүретіндіктен сумен тікелей реакцияға түсетін өте белсенді металдарды, литий, натрий, калий, барий, натрий сияқты металдарды қолдануға болмайды, себебі олар алдымен сумен реакцияға түсіп кетеді, сондықтан да оларды қолданбаймыз. Келесі тұздардың қасиеті алмасу реакциясы екен. Бұл жерде алмасу реакциясы жүру үшін бізде міндетті түрде тұнба бөлінуі қажет. Мысалы, мыс сульфаты қосылған натрий гидроксиді тең болады бізде мыс гидроксиді көк түсті тұнба. Содан кейін натрий сульфаты бөлінеді. Сонда реакцияның жүріп тұруына басты себеп тұнбаның бөлінуі екен. Дәл сол сияқты барий гидроксиді қосылған калий карбонаты тең барий карбонаты қосылған калий OH
бізде ақ түсті тұнба бөлінеді екен. Егер де тұнба бөлінбейтін болса, реакция жүрмейтін еді. Үшінші қасиеті әлсіз су деген сияқты электролит немесе газ немесе тұнбаның бөлінуіне тағы бір мысал тұздардың реакциясы қышқылмен. Мысал үшін барий хлориді қосылған күкірт қышқылы тең болады барий сульфаты ақ түсті тұнба қосылған тұз қышқылы бөлінеді екен. Дәл сол сияқты калий карбонаты қосылған тұз қышқылы тең болады калий хлориді су және СО2 газы бізде бөлінеді екен. Ал егер де тұнба газ су бөлінбейтін болса, онда бізде реакция жүрмейді. Мысалы көрсетіп жіберейін. Калий NO3 қосылған H хлор деген реакцияны алатын болсақ, калий хлор қосылған HNO3. Бұл жерде калий хлор да HNO3 да суда еритіндіктен ешқандай тұнба газ су бөлінбейді, сондықтан да реакция жүрмейді екен. Келесі, тұз бен тұздың әрекеттесуі. Тұз бен тұз әрекеттеседі, егер де екеуі де бастапқы кезде суда еритін болса, мысалы үшін аргентин NO3 пен калий хлор бізде суда еру керек. Реакцияға түскеннен кейін екеуінің біреуі тұнба бөлу керек. Мысалы аргентин хлор бізде ақ ірімшік тәрізді тұнба, сондықтан да реакция жүреді екен. Және де бұл осы реакция бізде қалай екен? Күміс нитратына сапалық реакция екен. Бұл хлорид ионына сапалық реакция, өйткені бізде аргентин хлор ақ түсті тұнбасы бөлінеді екен. Яғни бұл бізде күміс ионына немесе хлорид ионына сапалық реакция екен. Тағы бір тұздардың маңызды химиялық қасиетінің біреуі термиялық ыдырауы. Әртүрлі тұздар жоғары температурада қыздырған кезде ыдырап әртүрлі өнімдер бөледі екен. Мысалы көріп отырсыздар, калий перманганаты марганцовканың ыдырауы. Бұл өте атақты реакция, жаттап алсаңыздар болады. Өйткені ұбытыра өте жиі кездесетін реакция. Калий перманганаты ыдыраған кезде бізде калий манганаты қосылған марганец оксиді және бізде оттегі бөлінеді екен. Бұл реакция сонымен қатар зертханада оттегін алудың бір жолы болып табылады. Келесі реакцияның біреуі бізде калий хлораты немесе бертолия тұзының ыдырауы. Не көріп отырсыздар? Калий хлораты, сол кезде бізде калий хлориді мен оттегі бөлінеді. Сонымен қатар бұл жерде бізде катализатор марганец O2 екенін ұмытпаңыздар. Сонда калий хлоратының өзін қыздырған кезде одан көп ыдырамайды. Ал марганец O2 катализаторын қосатын болсаңыз, реакция өте жақсы жүріп, оттегі көп мөлшерде бөлінеді. Сонда мына екі реакцияда бізде оттегін зертханада алу әдісі болып табылады. Тағы бір мысал, тұздардың ыдырауына тағы бір танымал реакцияның біреуі бізде кальций карбонатының немесе ақтастың ыдырауы, бор ақтастың ыдырауы. Сол кезде бізде кальций оксиді менен СО2 газы бөлінеді екен. Тағы бір мысал бізде ас содасы, барлығымыз білеміз, натрий гидрокарбонаты. Соны қыздыратын болсаңыз соданы, сол кезде бізде натрий карбонаты H2 мен СО2 бөлінеді. Осы СО2 бізде газ көтерілу арқылы тамаққа қосқан кезде, әсіресе нан пісірген кезде, нанның көтерілуіне, қамырдың көтерілуіне жақсы үлесін тигізеді екен. Келесі тақырып бізде кристаллы гидраттар. Жалпы кристаллы гидрат деген не? Кристаллы гидрат деген ол кристалдық су деген мағынаны білдіреді. Ол деген бізде кәдімгі тұз, оның қасына белгілі бір мөлшерде су молекуласы қосылып, өте бір әдемі кристалл түрінде болады екен. Сонымен қараңыздар, кристаллы гидраттың өзіндік бір үлесі бар. Өйткені ОБТ-да өте көп кездесетін тақырыптардың бірі. Жалпы мысалдатын болсақ, ОБТ-да өте көп кездесетін жаңағы кристалл гидраттың бірі бізде мысалы мыс сульфаты. Мыс сульфатының өзі бізде ақ түсті. Кәдімгі мыс сульфаты бізде ақ түсті. Бірақ оған сіз кішкене су қосатын болсаңыз, ол кезде бізде мыс сульфатының кристалл гидраты көк түсті пайда болады екен. Осы бізде тотиаин немесе мыс купоросының формуласы. Міне көріп отырсыздар, сонда мыс сульфаты бізде ақ түсті, мыс сульфатының кристалл гидраты бізде көк түсті екен. Мынау сусыз, мынау бізде без сумен. Дәл сол сияқты мынау мысалы үшін бізде кобальт хлориді қағазы, кобальт эквивалентті хлориді көк түсті, ал бірақ оған сіз су қосатын болсаңыз, ол бізде қызыл түске ауысады екен. Сонымен қараңыздар, кесте берілген, бұл енді ОБТ-да көп кездесетін жаңағы кристалл гидраттардың формуласы. Қараңыздар, мыс купоросы бізде көк түсті, темір купоросы бізде эквивалентті болғандықтан жасыл түсті, глаубер тұзы бізде не көріп отырсыздар,
ол бізде ақ түсті. Айтпақшы Глаубер тұздың екінші атауы бізде мирабилит деп аталады. Сонымен қатар мынау бізде кристалдық сода, немесе екінші атауы бізде кальцийленген сода деп айтылады екен. Оның түсі бізде ақ түсті. Осы слайдта сіздерге жалпы тұздардың қолданылуы бойынша ақпарат жинақталып келтірілген. Бұл ақпараттың барлығы кітаптан теріліп алынған. Қараңыздар, ең бірінші бізде магний сульфатының гептагидраты, өйткені құрамында 7 су бар. Енді оның құрамында қышқыл бізде күкірт қышқылы. Сол кезде оны бізде қайда қолданамыз? Әрине бізде медицинада қолданамыз. Медицинада іш жүргізетін дәрі. Яғни адамда қатып қалған кезде, осы дәріні ішкен кезде адамның іші жүреді екен. Немесе оның екінші атауы бар, ащы тұз немесе ағылшын тұзы. Жазып қойсаңыздар болады. Ағылшын тұзы деп айтылады. Немесе ащы тұз. Іш жүргізетін дәрі ретінде қолданады. Келесі мыс сульфатының кристаллогидраты бізде мыс купаросы деп аталады. Көріп отырсыздар, түсі көк түсті. Ол микротыңайтқыш, сонымен қатар өсімдік зиянкестерімен күресте қолданылады екен. Ауыл шаруашылықта қолданады. Ауыл шаруашылығында. Келесі аммоний хлориді. Оның екінші атауы бар бізде, ол бізде мүсәтір деп аталады. Мүсәтір спирті емес, мүсәтір деп аталады. Ол аммоний хлориді ақ түсті кристалл. Ол бізде құрамында азот болғандықтан тыңайтқыш ретінде қолданады. Сонымен қатар кәдімгі сағаттың батарейкаларында құрғақ аккумулятор жасауда қолданылады екен. Келесі натрий хлориді, өзіміз білеміз барлығымыз, ол кәдімгі галит деген минерал. Ол бізде тамақ өндірісінде, тамаққа біз қолданамыз. Сонымен қатар медицинада білесіздер ғой барлықтарыңыз, физиологиялық раствор, физраствор. Сол физраствор жасау үшін біз әрине ас тұзын қолданады екенбіз. Келесі бізде калий нитраты, оның формуласы калий NO3. Енді оның құрамында калий болғандықтан ол бізде әрине тыңайтқыш ретінде қолданылады. Сонымен қатар оқ-дәрі, порох жасауда қолданылады екен, өйткені оның жарылғыш қасиеті бар. Келесі кальций карбонаты немесе бор, мәрмәр, әктас немесе кальцит. Ол бізде ақ түсті кристалл. Ол бізде құрылыс материалы жаңағы білесіздер, әктас, мәрмәр, сонымен қатар мына үйдегі гипсокартон, осылардың барлығының ішінде бізде болады екен. Әктас немесе цемент өндіру кәсібінде қолданылады екен. Келесі кальций ортофосфаты, әрине құрамында фосфор болғандықтан ол бізде тыңайтқыш ретінде қолданылады екен. Келесі өте бір маңызды ақпарат, ұбт-да жиі кездесетін. Ол бізде барий сульфаты жайлы болады. Барий сульфаты бізде медицинада асқазан ішек жолдарының ауруларын рентгендік зерттеулерде қолданылады екен. Себебі барий жаңа сульфаты рентген сәулесін жақсы сіңіреді. Сонымен қатар бұл тұз суда мүлдем ерімейді. Яғни бұл мықты тұнба. Суда мүлдем ерімейді. Сонда кезде адамның жаңағы ішек жолдарына жіберіп, адамның асқазан жолдарын, ішек жолдарын рентгенге түсіреді. Одан кейін қайтадан керісінше шығарады екен. Келесі қолданыс бойынша кітаптағы ақпараттарды келтіріп отырмын. Жеміс жидек ағаштарын зиянкестерден қорғау үшін мыс сульфатының ерітіндісімен өңдейді дейді мысалы үшін. Ал бірақ бұл ерітінділер неге мырышпен қапталған шелектерге құюға болмайды дейді. Бұл жерде қарапайым реакция туралы айтып тұр. Яғни бізде мырыш шелек болатын болса, оған сіз мыс сульфатын құятын болсаңыз, сол кезде бізде реакция жүріп, мырыш сульфаты менен мыс бізде бөлінеді, реакция жүріп кетеді. Сондықтан да темір шелек тесіліп қалуы мүмкін. Или жаңағы шелектің бетіндегі мырыш кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан да біз оны қолданбаймыз. Сонымен қатар тағы бір маңызды ақпарат, ертеректе ас тұзы аса бағалы болған, қолға түспейтін зат болған. Тіпті ежелгі Римде жаңағы легионерлерге бізде жалақы ретінде тұзбен төлеген айлығын, зарплатасын, жаңағы жалақысын. Сонымен қатар 18 ғасырда тиын орнына тұз шелпектері берілген дейді адамдарға. Ертедегі Ресейде тұзды аса құрметті адамдарға беретін болған, қалғандары тұз дәмін татада алмай кететін болып тұр еді. Яғни тұз өте бұрынғы кезде бағалы минерал сияқты болған. Тағы бір маңызды ақпарат бізде дүниежүзілік мұхиттардың суының жинайтын болса, ол Европаның бетін
5 километр қалыңдықпен жабатын еді дейді. Бұл деген яғни дүние жүзінде тұз қорының өте көп мөлшері бар екендігін білдіреді. Осымен бізде тұздар тақырыбы бойынша бейне сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.